Сондықтан арабшадан уараттилил Құр'ана тартила дейді. Құранды тәжуидмен оқу керек, құрметті ағайын. Сондықтан жаңағыдай мына мешіт не үшін ашықты? Құран үйренсін деп. Төле ұстазға, үйрен төлеп. Үйің мешітке келуге келсең, үйіңе кеп береді сабақ, аптасына 2 рет. 50, 60, 70 мың, 80 мың төле айына. Мешіттің имамына немесе ұстазына үйіңе кеп береді. Дүние табуға да беріп атсың ғой сен. Миллиондап көкпарға шашып атсыздар. Ысырап. Құр атақ үшін кетіп атыр. Түк пайдасы жоқ. Сол кеткен, көкпарға кеткен қаржыны ғылымға салсақ қой. Не бір қазақтың ойшылдары шығар етті жаңағыдай. Бір жылға кеткен көкпарға сараға жиналып айтса, бір баланы Гарвардта оқытайық қазақтың, бір баласын оқытуға, 10 жыл оқытуға жететін шығар, бір жылғы көкпардың шығыны, қараш. Ертең сол оқып келіп, бір технологияны дамып, соны ойлауымыз керек қой, құрметті. Не керегі бар ғой? Сол Европа шақ жасап жатқанда, сол бабаларымыз көкпар тартып, далбалақтап жүрген ғой. Оқып шақ жасаудың орнына. Біз де соның кебіміз. Өзгерген жоқпыз біз. Атама көкпар, бәлеңе көкпар, түгенге көкпар. Одан сол атаңа сол көкпар кеткенге ақшаға сол бір мешіт сап бермейсің ба? Бір ауыл мешітші жоқ ауылға. Болмаса бітпей жатқан мешіттің құрылысына құймайсың ба? Бітпей жатқан медресенің құрылысына құймайсың. Болмаса сол ауылыңа жол сап бермейсің ба? Атаңның атынан. Қанша пайдасы тиеді? Болмаса сол ауылдан 1-2 жасты Оксфордқа, Гарвардқа апарып оқытып келмейсің ба сен? Есіл ақша жаңа далаға кеткен. Қанша қырғын өз жерде. Атыс, шабыс, төбелес, қан төгіс. Соның күнәсінің бәрі сол атаңа барады сенің ертең. Соған беріп атсың ғой сен соны. Ойнама демейміз, ойнау керек, бірақ нормасы болу керек. Қар нәрсен шегі болу. Не деген сұмды? 15 миллион, 20 миллион. Ысырап қой бұл, ысырап. Обал ғой, обал. Жүрек елдер дрон жасап атқанда көкпар сүйреп. Жүрек солай. Сол бізге жақсылға кесесін. Бүкіл тапқан таяғымыз соған салайық. Ойбай, менің көкпарында 1000 ат болды, ананың көкпарында 10 000 ат болды, ананың көкпарында 100 000 ат болды, сөйтіп 200 000-ға толтырайық, сөйтіп миллионға толтырайық, жүрек сол, аттың санымен жарысып. Сол көкпарға тіккенше, ең болмаса соны мәулітке сасан ғой шіркін, 1%-ін менің түгелін демей қойын. Енді соларға сол мешітке көмектестеш, атаңның атын көк тиынын бермейді. Мені шайтан қалай азғарды, түйшікті сен бер дейді. Ана өткенде 1000 атқын қатысқа сен 2000 ат жина дейді да. Әйтеуір болмайтын бір әурешілік. Мені бұның бары қателесу. Жақсылық апармайды ол бізді. Жақсылық апармайды. Мың көкпаршыңды бар ғой, бір дрон не істейді? Күлін көкке ұшырады ғой. Маған десе қандай ат болсын ол. Бізге қазір ғылым керек, құрмет бар. Жастарымызды мына өскелең ұрпақты оқытайық, дін ғылымына берейік, астрономияға, медицинаға, физикаға берейік, химияға берейік. Не бір технологияға берейік. Берейік, оқысын, барып келсін, әлхамдүлілlah, еліміз тыныш, шекара ашық, бәленбай елге визасыз кіреміз. Әлхамдүлілlah. Енді соны пайдаланып, барып оқытайық балаларымызды. Тіпті о жақта қоғам қиын десең, Эмиратқа апарып оқыт. Мұсылман елі. Сол ғылым, сол филиалдары бар сол жерде. Оксфорд, Гарвардтарының. Катарға апарып оқыт. Тіпті дамыған, жаңағы бұзылмаған ел керек десең. Европаға жібере алмайым десең. Бар жағдай жасалған. Сол баяғы бір анау жаңағы желөкпе жеңіл немізді қоймадық та әлі сол. Әлі сол бейқам қазақ. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты.
өткізбей қараңғыда бекер жасты. Сол мен әлі сол Абай жырлап, Міржақып жырлап өтті, кешегі Алихандар жырлап өтті. Әлі ұйықтап жатыр ғой, ұйықтап жатыр ғой. Биғам, көкпар. Қайда барамыз сонымен, айтыңыздаршы? Қайда барамыз? Осылай жүре береміз ба? Мәуліт десек бидғат. Мәулітке шақырса нағып тегін болмайды. Ана мешітке ұстаз келеді Құраннан, бір ұстаз алдырайық Құраннан шәкірт. Соның бір ақысы керек десе, бұл имамдар нағып тегін өткізбейді. Қазіргінің имамдары өзгерген, бұзылған және қоямыз ғой. Бір өзің бәрін тегін істеп жүргендей. Ана бір адам зекетін берейін деп мешітке кіріп, ертерек заманда ғой, ұстазға кіріп айтты, мен бір зекетімді берейін деп келіп едім, ұстаз деп. Онда мына мешіттен шықта бірінші кезіккен алдыңнан шыққан адамға бер депті. Ана мешіттен шығып, қолында ақшасы, малының зекеті бар, бір адам кеп сұрап, анаған беріп, анаған берген кезде ана жерде тұрған қайыршылар бар, тағы біреулер кеп дүрсе қоя берді. Ой, ағасы, сіз мына бір алаяққа бердіңіз ғой. Бұныңыз не мына қанша одан да мұқтаж адамдар бар деп. Анау ашуланып имамға кіріп, имам, сіз бірінші кезіккен адамға бер дедіңіз, бірінші кезіккен адам алаяқ болды, кінәсізден деген кезде ана кісі жай ғана жымиып қалтасынан бір аз-маз тиын алып шығып, енді мынаны шығарып далада кезіккенге бер деп. Мешіттің алдына шықса, жаңа қарапайым кедей-кепшіктер тұр дейді, соған бер. Сонда қайтып келіп, бұның сыры не деген кезде, сен қалай таптың, ол солай кетті деген. Егер сенің ақшаң алдан жолмен кесе, көкпарға кетпеген болар едің да. Ол тендерден леви келген ақша ғана, 10 сантиметрдің 3 сантиметр асфальтын жекпеген ақша ғой. Сосын сол жаққа кетеді. 100 теңгенің перчаткиін 1000 теңге деп көрсетіп, 900 теңгені жедің. Соған үй саласын сол ақша, халықты алдап отырсың, сен үкіметте емес. Мына жерде 10 сантиметр емес, 7 сантиметр асфальт салатын, 3 сантиметр дейсің, үкіметке 10 сантиметр салдым деп көрсетесің, парасын беріп. Одан кейін айтасың, балам неге ауырады дейсің. Келіншегім ауырып жатыр дейсің, анаң ауырып жатыр дейсің. Харам жегеннен кейін ауырады да адам. Өйткені сен сол параның ақшасына, сен сол тендерден харам жолмен откат беріп, сен үй салдың, ол харам тұрып жатқан үйің. Көлік алдың, көлігің харам сенің. Соған киім алдың, киімің харам сенің. Ішкені, жегені харам. Алла дұғамды қабыл ет десе, оның дұғасы қабыл бола ма деді пайғамбарымыз. Ішкені харам, жегені харам, кигені харам болса деді. Енді харам жегеннен кейін балаң ауырады да сенің. Өкіметтік емес, ол сен қанша манау жетім жесірдің, кем бағалдардың несібесін жеп кеттің сен. Сондықтан ойланыңыздар о нәрсені. Одан кейін керек емес жаңа ата бабаңы дүркіретіп көкпарды берсің бә, бермейсің бә жаңа. Қалай келді, солай келді, кетіп жатыр. Оған Алла мұқтаж емес, бәлкім солай да дұрыс шығар. Олардың кір ақшасын Алла тағала мешітке жолатқысы келмей жатқан шығар. Сол адамдардың табысы тазарған кезде бар. Иншалла бізден жақсы ғалымдар шығады, ғұламалар шығатын болады иншалла. Алла тағала сіздерге разы болсын иншалла.